өзгелерден бөлек. Қазақ әдебиетіндегі мемуарлық, естеліктер, халық мақал-мәтелдері менің авторлығымдағы негізгі тамырлар. Мен өз түсінігімше шындықты жазуға тырыстым. Көптеген нәрселердің, көрген нәрселердің қолымнан келмегенін өз мойныма аламын. Осы күндегі жастардан мен орысшаны нашар білемін. Олар қорқақ, мен батырмын. Әлме қарамастан, орыс тілінде орыс жазушылардың өзімен жағаластым. Мен қазақ тілінде нашар білемін. Артыма қарамастан, қазақ тілін жақсы білемін деген маңғаздардың өзімен де жағаластым. Грамматика, синтаксис деген ғылым салаларын тіл жағынан салыстырса бар ғой, менің осы уақытқа дейін олардан ешқандай да хабарым жоқ. Менің сыйынғаным, сенгенім халық тілі болды. Орысша да, қазақша да. Мен соларға сүйеніп жаздым естеліктерімді. Сыр айтам, саған халқым, ұға білсең, дайынмын, өрт пен суға маған сенсең. Мен мұны бекер жазғаным жоқ. Арыңды ақ ниетпен ақтамасам, ризамын, теріс қолмен бата берсем. Осы сөздерім жоғарғы ойлардан шығады. Халық деген сөзге көпшілігіміз әлі күнге дейін түсінбей келеміз. Жаңағы өлең жолдарының шын авторы мен емеспін. Менің халқым менің ұстазым. Осы ойларыма туғандарым да, туысқандарым да, қатындарым да, балаларым да түсінбейді. Қартайғанда мен олардан таяқ жедім. Сол себепті қаңғырып кеттім. Менің бірінші бақытсыздығым, менің бесплодный болған кезімде жанашырлардың болмау екен. Менің екінші несчастьем, мына шалдың қарны аш па, бабы қалай деп ойлайтын үйімде ешкім жоқ екен. Кейде бір тамшы суға зар болып жатыр. Жақсы болайын, жаман болайын. Мен творчестводамын. Оған түсінетін үйімде бір адам жоқ екен. Олар творчество аспаннан салбырап түседі деп ойлайды екен. Осы уақытқа дейін аспаннан түскен творчествоны көрген емеспін. Оларға менің атағым мен ақшам ғана керек екен.